Америкаға келдіңіз. Америкаға келіп, бизнес бастауға шешім қабылдадыңыз. Компания ашу керек бірінші. Америкада, Флорида штатында қалай компания ашу керек? Google'ге кіресіз. Google'ден Sunbiz деп жазасыз. Sunbiz.org. Бірінші шыққан сайтқа кіресіз. Осы сіздің бірінші этапыңыз. Яғни именно сол. Бұл сайт арнайы компания ашуға, оның адресін басқа да өзгертуге, және де сол компанияға байланысты бүкіл жұмыс осы сайтта жүреді. Жақсылап жаттап алыңыз. Және де бұрын соңды ашылған компаниялар туралы ақпаратты да білуге болады. Есте сақтаңыз, сіз ашқан жатқан компания бұрын соңды Флоридада тіркелмеу керек. Яғни сол атпен тіркелмеген болу керек. Бір атпен екі компания тіркелмеген болу керек. Сондықтан бірінші ашардан бұрын сіз компанияңызды тіркелді ме жоқ па деген тексеріңіз. Ол үшін Search Records-қа кіресіз. Search Records-тың name. Бұнда жазасыз. Атымен іздейсіз. Ондай ат жоқ. Бірақ та соған ұқсайтын Best Kafkaz LLC, Best of the Candle Out Sales. Дәл Best Kafkaz деген жоқ екен. Жақсы. Онда қайтадан негізгі бетке көшеміз. Негізгі бетке келдік. Енді компания ашуды бастаймыз. Компанияның негізгі 2-3 түрі бар. Яғни LLC, C Corporation, біздегі сияқты, IP, TO деген сияқты. Біз қазір LLC ашамыз. Негізі барлығының процедурасы бірдей. Мұнда Start a Business мұнда жазылған, қалай ашуға болады 4 этаппен. Біз мұнда екінші Form Limited Liability Company, яғни LLC дейді. Сіз екі түрлі жолмен бұл өтінішті жіберуіңізге болады. Біріншісі онлайн файлинг, яғни онлайн жібересіз. Екіншісі Printed and Mail Form. Сіз бұл жүктеп аласыз, PDF файлын толтырасыз. Толтырып, оны шығарып алып, мейлмен жібересіз. Бірақ та біз жеңіл түрі онлайнмен толтырамыз. Онлайнмен жылдам және жеңіл болады. Онлайн ашамыз. Бұл негізгі парақша дәл LLC ашуға арналған. Бұнда барлығын оқып шығыңыз бастан аяқ. Неге осылайға, қандай атын өзгертуге болады, қалай толтыру керек, қалай оны тоқтату керек, қалай жыл сайын созып отыру керек деген туралы барлығы жазылған. Ашардың алдын жоқ дегенде бір рет оқып шығыңыз, содан кейін бастайсыз. Бисмилля деп File or correct Florida LLC articles or organization. Бұл негізгі өтініш беретін сайттың басталғаны. Сіз бірінші рет кіріп жатқандықтан бұған галочка қоясыз. File articles or organization. Сосын Start a new filing басасыз. Мұнда. Өтінішіңіз басталды. Бүгінгі күнмен толтырайық. 03. Есіңізде болсын, Америкада бірінші айы жазылады. Үнемі қай жерде болсаңыз да бірінші айын жазасыз. Айы, екінші күні 06-20-23. Мұнда бағасы көрсетілген. Required filing fees, яғни бұл өтінішті жіберу үшін арнайы тоқтатылған бағасы $125. Және де қосымша болған Certificate of статусы туралы сертификат $5, қосымша сертификат алғыңыз келсе. Және де сертификаттың копиясын алам десеңіз $30 қосымша төлеу керек. Бірақ та бұлардың қажеті жоқ. Ең бастысы сол $125-ға ашып алсаңыз жеткілікті. Екіншісі келесі Limited Liability Company name. Компанияңыздың аты қалай ашқыңыз келеді, соны жазасыз. Best Kafkaz LLC. Best Kafkaz LLC.
бас әріппен жазайық. Келесі principal place of business, яғни адресі, бизнесіңіздің адресі. Бұнда 1550 Brickell Avenue, апартамент нөміріміз 655, City Miami, Florida, zip kod 3329. Келесі, бұл егер mailing адрес same as principal, яғни бірінші сіздің негізгі адресіңіз бен mailing адрес бірдей болса, yes деп басасыз. Негізі бұл адреске өзіңіздің үйіңіздің адресіңізді көрсетуіңізге болады. Бірақ та FB Box жеке басқа адрес көрсетуге болмайды. Себебі бұған сіздің барлық документтеріңіз келетіндіктен шынайы, арнайы нақты адресіңізді көрсетіңіз. Келесі, name and address of registered agent, яғни бұл компанияны тіркеп жатқан адамның есімі дейді. Аслан Бақытбек деп қояйық. Орысша жаза салайық, Аслан Бақытбек. Initial керек емес. Title manager. Title дегеніміз, яғни бұл адамды қалай атағыңыз келеді. Менеджер немесе owner немесе президент, менеджер ең тиімді. Келесі адрес толығымен жазасыз. 1550 Brickell Avenue, апартамент 655, City Miami, Florida State 3329 zip код. Енді келесі мұнараға registered agent signature, яғни бұл тіркеп жатқан адамның қолтаңбасы электрондық түрде. Аслан Бейбек. Бақытбек деп біз ғой. Окей, мұнараға яғни өзіңіздің компанияңыз туралы айтқыңыз келсе, немесе бір ойыңыз болса, соны жазу керексіз. Бірақ та біз точка қой саламыз. Correspondence name of address, енді бұған өзіңіздің аты жөніңіз, тағы да Аслан Бақытбек. Email адресіңіз, яғни сіздің почтаңызға келетін информациялар, ақпараттар. Аслан 2023 gmail.com дейік. Анараға қайтадан екінші емейліңізді қайтадан жазасыз. Аслан 2023 gmail.com. Келесі электрондық signature. Қайтадан Аслан Бақытбек. Енді келесі тағы да осы тіркеп жатқан адамның ақпаратын жазасыз. Бірінші тайтлына MGR деп таңдайсыз, менеджер, аты Аслан Бақытбек. Тайтл керек емес, адресін толығымен жазасыз. Қайтадан 1550 Brickell
адрес 1550 Брюккеле, Майами, Флорида штаты, 33, zip kod 129. Келесі толтырылатын, яғни менеджерлер немесе басқа да қосымшадан болса, мыналарны толтырсаңыз болады. Бірақта жалғыз өзіңіз болғандықтан болды, біріншісін толтырасыз. Жеке жақсылап тексеріңіз, қате жоқ па, компанияңыздың аты дұрыс па. Дұрыс болса, келесі continue деп басасыз. Және біз почтамыз бас әріппен жазылып қалғандықтан қабылдамай жатыр. Кішкентаймен жазсақ қабылдайды. Continue. Отында енді filling information, яғни сіздің толтырған барлық ақпараттар. Осының барлығын тексер, қате жоқ па, жөндейтін болса, осы жерден жөндеп ал, әйтпесе жөнделінбейді деп жатыр. Осы жерден жақсылап тексересіз. Барлық аты жөніңіз, адресіңіз, компанияңыздың аты жөні жоқ, қате жоқ, дұрыс болса, continue деп басасыз. Окей. Бұл сіздің tracking номеріңіз және де бағасы $125. Continue деп басасыз. Бұл төлейтін түрі credit card payment. Бұл жерде сіздің енді толтыратын информацияларыңыз. Картпен төлейсіз. Өзіңіздің бірінші аты жөніңіз, адресіңіз, үйіңіздің адресі, City Miami, Флорида штат, zip код, телефон нөміріңіз және email адресіңіз жазасыз. Next деп басасыз. Сол кезде сіздің шотыңыздан $125 кетеді. Сіздің шығады, өтінішіңіз қабылданды деп. Осымен бірінші этап бітті. Оны уақытша жаба тұрамыз. Кейін бұл болғаннан кейін күтесіз 2-3, 2-4 апта аралығында. Сізге осы Санбездан қағаз келеді, approval. Яғни сіздің компанияңыз тіркелді, компанияңызбен жұмыс жасауыңызға болады, құттықтаймыз деген қағаз. Ол қағазбен сіз алғаннан кейін EIN нөмір дегеніңізге өтініш беруіңіз керек. EIN нөмір дегеніміз, яғни компанияңыздың иіні деп айтуға болады. Ол EIN нөмірімен сіз компанияңыз арқылы барлық ақпаратты біледі. Сіз банкке барып шот ашқан кезде де, қандай бір компаниямен келісімшартқа отырғанға кезде де бүкіл жерде сол нөміріңізді сұрайды. Соған өтініш жіберуіңіз керек. Ол үшін Google-ге кіреміз, тағы да. Google-ге кіріп SS4 form деп жазасыз. Сол кезде шығады мұнда. Бірінші шыққан IRS, яғни налоговыйдың сайты, налоговыйға жібереміз. Ол нөмірді тек налоговыйдан ғана береді сізге. Осы SSS form, налоговый деп SSS form десе, мұнда қайтадан көрсетейін. SSS form кіріп, about form SSS4 дегенге кіресіз. Осыған кірсеңіз, мұнда барлығы шығады. Осыдан сіз толтыруға болады онлайн немесе PDF формасы түрінде көшіріп аласыз. PDF формасы осы. Егер де сізде social security'іңіз бар болса, онлайн толтыруыңызға болады. Егер ол жоқ болғандықтан, сіз PDF түрінде жүктеп алып, толтырып, факспен немесе мейлмен жібересіз.
ол е нөмірі дегеніміз сол осы форманы толтырасыз. SS форма деп айтылады. Бірінші сіздің legal name of entity, яғни бизнесіңіздің заңды түрдегі аты. Сіз ана Санбизге жібергендегі аты. Яғни ол best guys LLC. Екінші trade name of business. Тағы да сіздің бизнесіңіздің аты best guys LLC дейсіз. Үшінші толтырып жатқан адамның аты, яғни өзіңіздің атыңызды жазасыз. Бұнда біз Аслан Бақытбек. Негізі барлығын капслокпен жазсаңыз тіпті жақсы. Төртіншісі мейлинг адресіңізді жазасыз. 1550 605 Berkeley Avenue, apartment 655 дейсіз. 5A street address. Street тағы да жазасыз. 1550 Berkeley apartment 655. 4B City Miami Қайырма Флорида. Miami Флорида. Zip code 3329. Келесі name of the responsible party. Мынадағы өзіңіздің аты жазасыз. Аслан жетей Бақытбек. Мұнда SS, IT, IN, or AN. Бұнда жоқ болғандықтан ештеңе толтырмайсыз. Егер сізде SSN бар болса толтырасыз, бірақ жоқ болса толтырмайсыз. 8A. Is this application for a limited liability company? Келесі 8B. Қанша мембер бар, яғни 1, 2, 3 неше мемберлері бар деп сұрап жатыр. Сізде бір өзіңіз болғандықтан бір деп қоясыз. 6C. If A is yes, was the LLC organized in the United States? Егер бұл компания Америкада орналасқан ба дейді. Yes деп жауап бересіз. Келесі 9A. Type of entity, яғни сіздің жүргізетін вид деятельность дейді ғой, яғни жүргізетін бағытыңыз. Не жайында сіз айналысасыз дейсіз. Мынада сіз solo proportion жоқ, бұл no дегеннің, бұл осылай no дегеннің официальный түрі non-applicable деп айтылады. NA осылай толтырасыз. Сұраған мына corporation. Бағын 2-3 адамнан тұрады. Жоқ. NA. Және де other non-profit organizations. No. NA. NA.
Plan administrator деген жоқ, бұның барлығы бізде жоқ. Сондықтан any деп толтырасыз. Және де others any. Ештеңе қалдырып кетуге болмайды. Мұқият тексеріп қараңыз. 9A бітті. 9B. If a corporation name of state of origin country, if applicable, where is it incorporated? Не деп толтырамын? 9B. Қайда орналасқан? Бұл Флорида. Бұл state Florida. NA деп жазамыз. 10. Reason for applying. Не себепті бұны толтырып жатсың дейді. Start a new business дегенге қоямыздағыны LLC деп жазамыз. Басқаларына non-applicable барлығын деп жазып шығамыз. Қашан бұл бизнес басталады дейді. Яғни сіз қашан ана неге Санбезға жібердіңіз, соны бастайсыз. 06 agriculture 0 household 0 деп жазасыз. 4-те бұны галочка қоймайсыз. Ештеңе тиіспейсіз оған. Тағы да керек емес бұл. Енді 16. Check one box that best describes the principal activity of your business. Яғни бұл көрсеткеннің ішінен біреуін таңдаңыз, сізге қайсы бағытта сіз жұмыс жасауыңыз келеді дейді. Яғни вид деятельності жүргізесіз. Мұнда construction, ремонт, rental, жалға беру, лизге беру, немесе transportation and warehouse, яғни транспортировка, немесе healthcare and social assistance, яғни денсаулық сақтау жөнінде, социальный работа, денсаулық сақтау жаясында қайсы вид деятельностьпен сіз айналысқыңыз келеді. Мысалы, transportation болса, transportation, warehouse деп таңдайсыз. Ал егер бұлардың ішінде ешқайсысы жоқ болса, мысалы, сіз салон немесе автомеханик деген сияқты, онда мынараға other дейсіз дағыны, немен айналысқыңыз келеді, соны жазасыз. Ал егер осының ішінде бар болса, онда transportation and warehouse дейсіз. Мұнда жарайды. Егер бар, transportation кетті, ал егер осында жоқ сіздікі moving дейікші. Moving дейсін болса, сіз other дейсіз да, moving service деп толтырасыз. Енді мына екіншісіне қайдадан тура мына вид деятельностьіңіз қандай болды, соны толтырасыз. 18. Has the applicant shown us one ever? Бұл 18 ешкімде номер жоқ, no дейсіз. Сосын оның барлығы сізге қажет емес. Non-applicable. Енді болды. Толтырып біттіңіз. Екінші беті ол сізге ана бірінші пункттарындағы түсініктеме, қалай, не оқып шықсаңыз болады. Осымен толтырып болғаннан кейін распечатка жасап шығарып аласыз. Шығарып, мұнараға қол қоясыз. Signature
Date мында. Signature деп тұр ғой осында. Осы жерге қолыңызды қойып, күн уақытын қоясыз. Шығарып алып, уақыт мен күні қойған болғаннан кейін факспен жібересіз. Үйіңізде принтер жоқ, сақтап алдыңыз, қайда жіберетініңізді табыңыз. Ол үшін тағы да Google-ге келеміз. SSS form fax number in Florida деп жазамыз. Сол кезде мұнда шығады. Сізге бұның ішіндегі факсы осымен жүреді. Бұны сақтап алыңыз. 85 855 215 16 27. Осы факс нөмірді сақтап аласыз, және де бұны рабочий столыңызға сақтадыңыз. Егер де сізде компьютеріңіз жоқ болса, кез келген public library, яғни кітапханаға барасыз. Кітапханаға барып, компьютеріне отырып, осының барлығын толтырасыз. Толтырып болғаннан кейін, сол жерден распечатка жасап аласыз. Толтырып болдыңыз, оны шығарып алу үшін флешкаңызға сақтап аласыз дағыны. Office Depot деген бар, үлкен супермаркет сияқты, бүкіл офисқа арналған заттарды сатады, және де сондай сервистер көрсетеді. Факс, распечатка, тағы басқалары. Сол жерде флешкаңызбен барып, распечаткасын шығарып аласыз, және де солның ішінде факсқа жібересіз. Факспен жіберген кезде факс жіберетін адамға айтасыз, нөміріңізді көрсетіп, осыны факспен жібергім келеді. И сол жерде моменттің ішінде сіздің документіңіз факспен оларға тікелей IRS-ке тікелей барады. Олар қабылдап алып, тағы да бір 2 аптаның ішінде сізге почтаңызға EN нөміріңіз келеді. Осымен сіздің компанияңыз ашылды, дайын болды. Америкадағы компанияңыз құтты болсын. Миллиондаған долларларды әкелсін. Ісіңіз сәтті болып, бизнесіңіз алға жылжысын. Сәттілік.